Таргетинг жарнамадағы сіз төлейтін ақшаның құны қайдан шығады? Әр кликтің бағасы қалай есептеледі? Және әр келіп түскен заявкілердің бағасын Facebook қалай қояды? Егер сізді осы сұрақтар қызықтырса, бұл видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем достар, менің есімім Айбек Өшкен, мен кәсіби маркетологпын. Егер сізді жарнама кабинетіндегі осындай баға саясаты қызықтыратын болса, онда мен сізге Facebooktың және Instagramның сіздің жарнамаңызға қалай баға қоятындығы жөнінде біраз ақпараттар беріп өтейін. Ең алдымен мынандай терминдерге түсініктеме беріп өтейік. Жарнама кабинетінде негізгі 3 термин бар. Олар ағылшынша CPM, CPC және CTR деп аталады. Енді жеке-жеке тоқталайық. CPM деген ағылшыншасы Cost per Millennium деп аталады. Яғни 1000 адамға шаққандағы баға. CPC Cost per Click деп аталады. Яғни бір кликтің бағасы. Және CTR дегеніміз кликабельностьтің көрсеткіші, яғни қаншалықты адам сіздің жарнамаңызға клик басты, соның көрсеткіші. Бұл 3 көрсеткіш негізгі сіздің жарнамаңыздағы бағаның, яғни құнның факторы болып есептеледі. Енді мынандай жағдайды өзіңіз елестетіп көріңіз. Сіз Facebook'та немесе Instagram'да жарнама жібердіңіз. Және сол жарнамаға адамдар клик басуы мүмкін, не болмаса клик баспауы мүмкін. Клик баспаған күннің өзінде Facebook сізден ақша шешеді. Яғни сіз белгілі бір дәрежеде Facebook'қа қарыз боласыз. Көптеген адамдар маған да сұрақ қояды, мен не үшін қарыз боламын? Маған ешқандай заявка түскен жоқ. Маған ешқандай сайтыма адамдар кірген жоқ. Ешқандай клик басылған жоқ. Бірақ Facebook менен ақша алды дейді. Оның себебі мынада. Facebook ең алдымен сіздің жарнамаңызды өзінің базасы арқылы адамдарға көрсете бастаған кезде, сіздің жарнамаңызды ең алдымен 1000 адамға шаққандағы құнын есептеп алады. Жобамен 1000 адамға шаққандағы құны шығарылады. Яғни ол бірнеше факторлардан тұрады. Мысалға сіз жарнамаға қандай мәтін жаздыңыз, қандай жарнаманың түрін бердіңіз, ол фото болуы мүмкін, ол видео болуы мүмкін. Жарнама кабинетінің ішіне кіріп жарнама берген кезде, сіз карусель жарнама беруіңіз мүмкін, видео жарнама беруіңіз мүмкін, немесе слайд-шоу арқылы жарнама беруіңіз мүмкін. Бұлардың әрқайсысының өзіндік бағасы бар. Ол өзіндік баға бұл жарнаманың түрлеріндегі конкуренцияға, яғни бәсекелестікке сәйкес Facebook'та автоматты түрде шығарылатын болады. Осылардың барлығын Facebook бір жерге жинақтап, сіздің 1000 адамға шаққандағы орташа бағаңызды шығарады. Яғни Facebook сізге 1000 адамға шаққанда 100 рубль деп баға қойды делік. Егер де Facebook 1000 адамға сіздің жарнамаңызды көрсетіп, бұл 1000 адамның ішінде сізге ешқандай заявка, ешқандай клик, немесе ешқандай видеоңызды адамдар көрмеген болса, онда Facebook сізден бәрібір сол 100 рубльді шешеді. Егер де сол 1000 адамға көрсетіп, оны 100 рубльге бағаласа, және оған мысалы 100 адам клик басатын болса, онда әр кликтің бағасы 10 рубль екендігі түсінікті болады. Яғни сіз жарнама берген кезде ең алдымен білу керек нәрсе, ол Facebook пен Instagram 1000 адамға шаққандағы сіздің бағаңызды есептейді. Содан барып, жаңағы біз айтқан баға жасалады. Яғни бұл жерде түсінуіміз керек нәрсе, бұл жерде сіз күткен нәтиже, яғни клик, конверсия, болмаса заявка, осылар болмаған күннің өзінде де Facebook сізден ақша шешеді. Сондықтан сіз бұл ақпаратты білуіңіз керек. Сәл қиындау түсіндірсем кешірім өтінемін. Егер сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына коммент ретінде қалдырыңыздар. Бірақ сіздерге барынша түсінікті тілмен түсіндіруге тырыстым. Барынша пайдалы ақпарат айттым деп ойлаймын. Егер баға саясатына қатысты бұдан басқа сұрақтарыңыз болса, пікірге жазып қалдырыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.